Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Әлемдердің Раббысы болған Аллах Тағаланың 99 көркем есімі бар екенін барлығымыз білеміз. Аллах Тағаланың есім сипаттарын танымай, иманымыз кәміл болмасы анық. Ендеше Аллах Тағаланың есім сипаттарын тануға кеткен біліміңіз бен уақытыңызды Алла хайырлы берекелі етсін. Осыған дейін біз Аллах Тағаланың 1 мен 42 аралығындағы көркем есімдерін айтқан болатынбыз. Ендеше 43-ші көркем есім Әл-Карим, аса жомарт, толық мағынасы құрметті, мәрхәмәт иесі, ізгілік істеуші, оның рахымында шек жоқ, ізгілігі ешқашан таусылмас, уәде берсе толығымен орындайды. Әл-Карим есімінің қасиеттеріне келер болсақ, кім-де-кім осы есімді күніне 270 рет қайталаса, ризық несібесі мол әрі жомарт болады екен. Алла Тағала істерін жеңілдетеді екен. Ал екінші қасиеті, я Карим деп үзбей айтып жүрген адам ризығын табуда қиналмайды. Кедейшіліктен құтылып, һәм осы дүниеде де, ақыретте де ардақты және абыройлы болады екен. Келесі Аллах Тағаланың 44-ші көркем есімі Әр-Рақиб, бақылаушы. Толық мағынасы бақылаушы, қараушы. Ол әр нәрсені көріп, біліп тұрады. Еш нәрсе оның алдынан өтпей кетпейді. Әр-Рақиб есімінің қасиеттеріне келер болсақ, Әр-Рақиб құпиясы мол және керемет қасиеті бар көркем есім. Бұл есімді үзбей оқып жүруді әдетке айналдырғандар қандай жағдайда болса да Алланың қорғауында болады. Ай жарық болған түні дұғалардың қабыл болатын уақыттарда осы есімді бір қағазға жазып, өзімен бірге алып жүрген адамдар ашық және жасырын түрлі бәле-жалалар мен апаттардан аман болады екен. Екінші қасиеті, осы есімді 40 күн бойы риязат ұстап, рухани ластықтардан арылып, таза күйде күнде 4440 рет қайталаса, ол адам өзін періштелермен бірге жүргенін сезінетін болады. Және сиқыр мен дуаланған жерге кірсе, олар әсер ете алмайтын болады. Үшінші қасиеті, кім-де-кім күнде осы есімді 312 рет қайталаса, Алланың қорғауында болады. Алланың қорғауында екен сезінеді және есте сақтау қабілеті жақсара түседі екен. Келесі есім Аллах Тағаланың 45-ші көркем есімі Әл-Муджиб, жауап беруші, тілекті қабыл алушы. Ал толық мағынасы жауап беруші. Оған дұға етіп жалбарынған құлдарына жауап береді. Ол адам баласы үшін не нәрсе пайда беретінін біледі. Әл-Муджиб есімінің қасиеттеріне келер болсақ, бірінші қасиеті, бір мұсылман шынайы ықыласпен я Муджиб деп үзбей айтар болса, адамдар оны жақсы көретін болады. Дұғалары қабыл болады. Екінші қасиеті, дұғалардың қабыл болуы үшін күнде 55 рет оқу керек екен. Аллах Тағаланың көркем есімдерінің қасиеттері мен сырларын танып білуге кеткен уақыттарыңызды хайырлы, сауаптарға толы, берекелі уақыт қылсын. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Видео ұнаса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, пайдасы тисін деген досыңызға видеоны жіберуді ұмытпаңыз.